Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бүгін Айсұлудың ас үйінде дәмі керемет күлше нан дайындайтын боламыз. Суық күнде ыстық шаймен дәл осы күлшені жасап отбасыларыңызды қуантқыларыңыз келсе, ол үшін бар болғаны 2 жұмыртқаны жарып, оның үстінен 200 грамм қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, отбасыларыңызда балаларыңыздың қуанары сөзсіз. Себебі дүкендегі күлше нандардан қарағанда өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Әрі бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Мінекей, қантымыз ерігенге дейін венчиктің көмегімен дәл осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Егер сізге видео қызық болған болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді жұмыртқалы массамыздың үстінен ерітілген 100 грамм сары майымыздың үстінен 100 грамм сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып жұмыртқалы массаның үстінен құятын боламыз. Мінекей, жақсылап араластырып алдық. Жалпы бұл печеньені, күлше нанды менің балаларым өте сүйсініп, жақсы көріп жейді. Отбасымызбен бірге жақсы көріп жейтін тіске басарларымыздың бірі. Енді ұнымыздың үстінен разрыхлителімізді, қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды бөліп салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақтау болғаны дұрыс. Ол біздің күлшелеріміздің жұмсақ әрі дәмді болуына жағдай жасайды. Онда міндетті түрде 2-3 бөлікке бөліп салып алыңыздар. Мінекей, осылай жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, енді дайын болған қамырымызды осылай, осындай әдемі қамыр дайын болады бізде. Бұл печеньенің бір ерекшелігі үгітілмелі печенье дайын болады. Міне, енді дайын болған қамырымызды қолдың көмегімен дөңгелектеп, осылай саусақтарымызбен алақанға қойып, форма жасап алатын боламыз. Форманы қалауларыңыз бойынша әртүрлі қылып жасауға болады. Мен осылай дөңгелектеп алдым. Ешқандай таразының да қажеті жоқ, оқтаудың да қажеті жоқ. Жалпы көз мөлшерінде шамалап салып жасай беруге болады. Мінекей, осылай жақсылап дөңгелектеп басып шығатын боламыз. Дәл осылай әдемелеп дөңгелектеп шығатын боламыз. Енді дайын болған күлшелеріміздің үстін мен осылай шанышқының көмегімен басып шығатын боламын. Яғни бұл бізде ерекше бір сән беру үшін, яғни узор салып шығам. Сіздер қалауларыңыз бойынша басқалай да жасауға болады. Ол сіздердің фантазияларыңызға байланысты. Дәл осылай басып шыққаннан соң үстінен кішкене қант сеуіп шығатын боламын. Мен сәндік үшін ол да. Егер сіздер концептілеріңіз келмесе, қант ұлпасын шашуға болады. Енді дәл осы дайын болған күлшелерімізді 180 градуста немесе пешкаларыңыздың қызуына қарай 200 градуста 5-10 минут пісіріп алатын боламыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып қойсаңыздар, тіптен керемет болады. Мінекей,
Біздің күлшелеріміз дайын. Сіздерге міндетті түрде осы рецептімен жасауға кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.